Баршаңызға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге осындай дастарханға қойғанға ерекше, дәмі нәзік, тәтті болып шығатын өте оңай пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Үй жағдайында өте тез дайындалатын пирог. Ең алдымен біз бөлме температурасындағы сары майға шекерді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Кішкене шекері ери бастаған кезде үстіне 2 жұмыртқа салып, тағы да миксерлейміз. Оның үстіне бөлме температурасында тұрған сүтті құямыз және де електен өткізілген ұнға кішкене разрыхлитель салып, міндетті түрде електен өткізіп, тестаға саламыз. Барлығын бірден емес, аз-аздан салыңыздар. 3 бөлікке бөліп салыңыздар және де миксермен емес, осындай лопаткамен араластырсаңыздар жақсы болып көтеріледі қыздар. Осындай қоюлау масса дайын болды. Енді біз жеміс жидек дайындап аламыз. Мен бұл жерде қара өрікті алдым қыздар. Қара өрікті кішкене тазалап жуып, 4 бұрышты қылып, 4-ке бөліп, турап алып, үстіне кішкене лимонды сығып жібересіздер. Сол жер түспей қалыпты. Кейін жарты чайный ложка корицамен 1 чайный ложкадан көбірек қылып, кукурузный крахмал салып араластырасыздар. Енді барлығын мен осындай 4 бұрышты үлкен табаға салдым. Қыздар үлкен табамен пісіресіздер. Бұның ерекшелігі, немесе үлкен болып піссін десеңіздер, кішілеу табаға салсаңыздар болады. Үстіне жаңа қара өрікті жайғастырып шығасыздар да, кішкене сахарный пудрасы құйып, 180 градуста қызып тұрған печкада 30 немесе 20 минут пісіріп аласыздар. Әркімнің печкасы әртүрлі болады қыздар. Дайын болғаннан кейін кішкене суытып, үстіне сахарный пудра сеуіп ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде барлығына ұнайтыны сөзсіз қыздар. Қыздар, арнама міндетті түрде жазылып алыңыздар. Себебі менің арнамда бұдан да басқа рецепттер көп, және де қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыз.